Қаламыздағы жұмыс сапар аясында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Ақмола адалдық алаңы жобалық кеңсесінің өкілі қалаішілік жөнделген жолдардың сапасын бақылап, кенттер мен ауылды жерлердегі білім мекемелерінде жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарының барысымен танысты. Облыстық агенттік өкілінің баяндауынша, атаулы бақылау шараларының мақсаты мемлекеттен бөлінген бюджеттік қаражат есебін тиімді пайдаланумен бірге атқарылған жұмыстардың сапалығын қадағалау. Атаулы мониторинг жұмыстары сапалы жол адалдық алаңы жобасы аясында іске асуда. Мониторингтік жұмыстар әрбір азамат тұтынушы болғандықтан жүргізіледі, және де біздің мақсатымыз әр азамат өзінің заңды түрде өзінің құқығын білу және де сапасын талап ету мақсатында кеңінен насихаттау үшін осындай мониторингтік жұмыстарды біз жүргіземіз. Бүгінгі таңда шаһарымыздағы 5-ші және 7-ші ықшам аудандарының аула ішілік жолдары толығымен жөндеу жұмыстарынан өтсе, 3-ші және 2-ші шағын аудандарында ішінара қалыпқа келтіру шаралары жүргізілуде. Атаулы жұмыстардың қыркүйек айында аяқталуы жоспарланған. 5-ші шағын ауданындағы жөнделген жолдарды бақылау нәтижесінде кәріз құдықтары асфальтталған жолмен деңгейлері сәйкестенбеуде. Бұл ретте заңнамаға сай қолданыстағы кәріздерді қоса алғанда құдықтар жол жабыны бар деңгейге теңестірілуі қажет. Айтулы кемшілікті тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы қысқа мерзімде қалыпқа келтіреміз деп уәде беруде. Жаз маусымының соңына дейін 3-ші және 9-ші шағын аудандарында футбол алаңдары бой көрсетіп, ойын алаңдарымен толықтырылмақ. Осы күнде біз уже бір проект бітірдік. Жалпы алғанда 28 мың квадрат асфальт салып болдық 35 күн ішінде. Ең үлкен полямыз осы, 2 жұманың ішінде бітіруге ниеттен тұрмыз. Егер карантин артынан бізге материалдар уақытында келіп тұрса бітіреміз. 9-шы ақшам ауданында бізде кішкене футбольный поле болады, 12-24, хоккейный корттың ішінде болады сол жерде. Арнайы бақылауға негізделген сапарда жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында жүзеге асырылып отырған Қарабұлақ ауылы мен нөмір 1-ші Ақсу кентіндегі мектептерде жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстары да пысықталды. Істелініп жатқан жөндеу жұмыстары міндетті түрде Ақмола адалдық алаңы жобасы аясында өз бақылауына алып, және де осы жергілікті құрылысшы мамандар, қоғам белсенділері міндетті түрде қатысатын болады. Жөндеу жұмыстарының барысы мен сапасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Ақмола адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жіті бақылауына алынып, жаз мезгілінің соңында айтылған кемшіліктер бойынша қайта тексерістен өткізіледі.